Достар, кешар күренсер қауым. 2011 жылы Қазақстанда үлкен халықаралық игі іс-шара өтеді. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл Қысқы Азия ойындары. Егер біле білсеңіздер, біз осы маусымның басында, жылдың басында Қысқы Азия ойындарын насихаттауды қолға алған болатынбыз. Биыл соңғы ойын. Біз бұны насихаттауды аяқтаудан аулақпыз, дегенмен сіздердің естеріңізге тағы да бір салғымыз келіп тұрғаны. Бүгінгі ойын әрине финал. Нағыз мықтылар анықталатын күн. Біз сайысымызды бастаймыз. Қымбатты достар, биылғы жылы Қазақстан КВН одағының республикалық премьер-лига ойындарына 25 командаға жолдама бергенбіз. Сол 25 команданың 6-ы сіздердің алдарыңызда өз өнерлерін көрсетпекші. Әрине, бүгін тек қана жеңімпазбен қатар бірнеше номинациялар анықталады. Ол ойынның соңында әзірге бүгінгі сайысты әділ бағалайтын қазақ алқасымен таныс болыңыздар. Қазақ алқасының құрамында бүгінгі сайысымыздың бас демеушісі Samsung көрбі ұялы телефоны, Samsung компаниясының өкілі Шәкіров Аңсар мырза. Белгілі театр әртісі Парадис кезінде тамашада белсене ойнаған Нұржан Тутов ағамыз. Осы Қысқы Азия ойындарын насихаттауда Қазақстан КВН одағының әріптесі Мирас спорт қоғамдық қорының атқарушы директоры Тәжібаева Рима ханым. Әйгілі клипмейкер кезінде өзіміздің жігіттерде ойнаған, қазіргі таңда Шымкент продюсерлік орталығының бастығы Жанқараев Жәнібек. Және Қазақ алқасының төрағасы, НТК телеарнасының қазақ бөлімінің басшысы Сергебаев Ескендір. Қымбат достар, ерекшелігі сол, тақырыбының өзі айтып тұр, мен қазақстандықпын. Осы атқа әрине бәріміз лайықпыз, бірақ дегенмен осы атқа лайықты жұмыс жасап жүрміз бе? Оған КВНшілер жауап беретін болады. Әзірге сіздердің алдарыңызда тұрған жастарға сәттілік тілейміз. Қымбат достар, бүгінгі сайысымыз 4 конкурстан тұрады. Сәлемдесу, жамбату, дыбыстау және үй тапсырмасы. Олай болса, сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға бүгінгі сайысты бастайтын Тараздан келген қонақтарымыз Тараз мемлекеттік университеті Дулати жастары КВН командасы. Дулати жастар. Сәлем әсем Алматы, қалайсыздар? Көрермендер бізді қолдайсыз ба? Нағыз Тараздың ойынын көрсетеміз. Сұлу қыздар шапалақты ұрмайсыз ба? Көрініс Тараз қаласындағы аптека. Апке, не бол? Тараканның дәрісі бар ма? Тараканның ауыр қолды ма не? Бразил.
дүкендегі өте жадный сатушы. Көрем. Саламатсыз ба, әпке? Саламатсыз ба? Мынау нанды бере салыңызшы маған. Нан сен алып кетсең, мен не жеймін? Жоқ, әпке, сіз сатушысыз ғой. Не жеймін мен сен нан алып кетсем? Әпке, не ғой? Онда су бере салыңызшы маған. Мен не ішем сен су алып кетсем? Әпке, онда темекі бере салыңызшы. Мен не шегем темекі алып кетсем? Әпке, маған чупа-чупс бере салыңызшы. Мен не сорам сонда? Әпке, сіз сатушы емессіз. Бразил. Жіктер бергендеш. Мен бүгін Айгүлмен болдым ғой. 2 сағат екеуміз жүрдік. Сосын не ғой? Айгүлдің дауысын айтсаңдашы. Деп қойып мен, деп қоям. Деп 2 сағат теннис ойнадық қой екеуміз. Бразил. Біз қоштаспаймыз сізбен әлі кездесерміз тағы. Мүмкін Құдай қаласа Дулати жастар чемпион болып қалар. Кім білер? Бәрекелді қымбатты достар, сәлемдесуді одан әрмен жалғастырушы Қызылордадан келген қонақтарымыз. Қызылорда мемлекеттік университеті Мақтаншақтар КВН командасы. Жастары ойын бастады. Алматыда керемет ойын, құтты болсын финалдағы тойын. Ұнай ма жаңағы қыз? Жақсы көресің ба? Ұнай. Ғашық болдың ба? Ғашық болдым. Соткасы мен дамашкасы керек па? Керек. Бағлан білет алып кел ба? Ой, қазір әкеп беріп. Оның соткасы Samsung Corby. Қойш. Міне дамашкасы, соткасын ертең әкеп берем. Құрметті көрермендер, сонымен біз әзілдерімізді бастаймыз. Алғашқы әзіл жазғы балалар тынығу лагері. Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз. Мінекей біздің лагерге қош келдіңіздер. Қош келдік. Бұл жерде бұны асхана дейді. Асхана? Жоқ, асхана дейді. Ашхана дейді. Барлықтары сіздер қазір тамақтарда оң жақ бұрышта жесіздер. Ойбай, мен шатасып жатырмын, сол жақ бұрышта жесіздер. Ойбай, мен қателесіп жатырмын, ана бұрыштан жесіздер. Балалар, сендер жүгіріп шулағандар үшін тамақ ішпейсіңдер. Құрметті көрермендер, негізінде шетелдің киноларын қазақшаға аударған кезде оны көреміз және күлеміз. Ал егерде қазақша киноны орысшаға аударғанда қалай болады екен? Сенің маған деген түк достық қасиетің жоқ. У него интернета дружбы нету, дружбу предлагай. Ол олма. Сен менің итім өлген деден маған көңіл айтқан жоқсың. Когда сабақ беріп ушел, вот так и не делаешь, когда делаешь. Жарайды енді артын жақсылығын берсін. Все будет хорошо, сзади хорошо. Сен адам емес екенсің. Что вы, человека нету, блин? Не? Что? Же? Кушай, кушай ты. Құрметті көрермендер, Голливудтың жұлдызы Джеки Чан қорқақ болғанда қалай болар еді? Джеки Чан қайқа бар жатсың? Сабаққа бар жатында. Сонымен ерігіп жүрген гаишник. Не болды? Пенальти. Мамасынан өте қатты қорқатын бала көшеде. Аға, сағат қанша болды? Сағат 12 болды. Қой, құрсын, ұйықтайын, мамамыз бар. Бәрекелді, қымбатты достар,
Біз Иісі Қазақ түркі тілдес Қорқыт бабамыздың атындағы мемлекеттік университетте оқимыз. Ал біздің Қорқыт бабамыз ол қазақстандық, сондықтан да біз барлығымыз қазақстандық. Жасасын Қорқыт ата, жасасын Сірелі. Қорқыт ата жастары, көрерменнің достары, шапалақпен қолдандар КВНнің жастары. Қорқыт ата жастары, көрерменнің достары, шапалақпен қолдандар КВНнің жастары. Қымбатты достар, бүгінгі сайысымыздың бас демеушісі Samsung Corby ұялы телефоны. Samsung ұялы телефоны сенің түсің, сенің келбетің. Олай болса, ортада келесі сәлемдесу Алматы қаласы Орта Азия университеті құрамасы. Бітімінде маусым, далада қар жаусын. Эй, оу, біз финалда. Далада қар жаусын, бітімінде маусым. Эй, оу, біз финалда. Не ол? Не бәрін алдап атсыңдар? Депутат болып кеткенсіңдер ма не? Неге? Екі шумақ өлең 4 рет қайталадыңдар ғой? Қалада жаусын, малада жаусын. Финалда кім ұтады өйтіп? Бар ма нормальный әзілдер? Бар. Миниатюра көңілді тюлень. Не ол нормальный бар ма? Бар. Миниатюра Ескендір Серкебаев біздің шуткамызға, біздің әзілдерге қалай күледі екен. Құрметті достар, ондай болса бастайық. Алдарыңызда қазақша стриптиз. Мә, ал. Жоқ аға, керек емес ұят болады. Мәсәй, алсай. Жоқ аға, керек емес ұят болады деп тұрмын ғой. Мәсәй, алсай. Жоқ аға, дедім ғой, керек емес ұят болады. Алсай. Көршіміз ғой аға, ұят болады. Алсай. Көршіміз ғой аға, ұят болады. Ол емес қой. Мә жаным, сол мороженое алып жей ғой. Сонымен құрметті достар, алдарыңызда Шымкент қаласында таксиді қалай тоқтатады екен? Құрметті көрермендер, алдарыңызда разборка. Түсінесіңдер ме, мен сіңілімді ренжітіп қойды. Оны түсінеміз ғой. Қалай ренжітіп қойған, а? Мен бытшын шығарам ғой, мен сындырам ғой оны, жігіттер. Мы за тебя. По-любому ғой мынандай. Мен сіңілімді ренжітіп қойды ғой. Oldu. Сіңілім менім. Ассаламу алейкум. Бәке, қалай жағдай? Қалай көрінбей кеттіңіз ғой, Бәке? Ассаламалейкум. Қайда аналар? Айттым ғой, кемейті олар, чорттар ғой, чорттар. Чорт қой, по-любому. Ал енді құрметті достар, Алматы қаласында таксиді қалай ұстайды екен? Шымкенттікілер қоймады ғой. Құрметті достар, алдарыңызда перзентханада болған оқиға. Айгүл! 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 Ау! Кім? Шапрашты! Yes! Сонымен құрметті достар, алдарыңызда қазақ секретаршасы. Саламатсыз ба? Нұрлан Серікұлына бола ма? Нұрлан Серікұлын бола ма деймін сізге?
Нұрлан. Нұрлан. Нұрланчик. Нурик. Нуке. На. Кешіріңіз. Не? Нұрлан Серікұлым бола ма? Жоқ ол. Мен бір-ақ минутқа кіріп кетем. Жоқ дедім ғой мен саған. Ой, бір-ақ печат қоям да шығамын. Жоқ дедім ғой мен саған, не түсінбейсің ба? Ал былайш. Білесіңдер қалай сындыру керек екен. Рахмет, қазір. Тез только, давай, тез. Ей, жоқ қой анау. Мен саған не дедім басын? Құрметті достар, жақында біз командамен Австрияда болдық. Рахат екен. Сізді одан әрмен жалғастырамыз. Ортада былтырғы жылғы республикалық премьер-лига ойындарының финалистері Тараз 2000 КВН командасы. Рахмет. Сіздердің алдарыңызда құрмет қонақтар. Ән айтқан 4 әнші балапан, 1 әнші тауық. Рахмет. Не істеп атқандарың не? Выход. Ей, ұмбаған. Выход деген не екен білесің, ана выход деген жалып тұр, выход бар, есен шықпет, ақып екен алдында. Келіп қап, гоу, бар. Ей, ұмбаған бар. Алдында ой бөзіңіш. Тоқтам. Үйтпе. Алдында ойна бар, саған талдарында шапалақ ұрады, сыпыр, ана қарғалар сықырады. Бар ойна, бұл выход демейді. Бұны білесің ба, бұны заход дейді. Я, бұны параход дейді. Не дейді? Бұны мягкий шуба дейді деп қойсай тағы да. Өзің не дейді бұны? Арман қойшы, біздің жігіттердің өлеңдерін тыңда оданша. Кеттік оны кім бастайды? Ақ киімді денелі ақ сақалды, аппақ жапалақтап қар жауады, аппақ. Сіздердің алдарыңызда қазір ғана аппақ тақпақты орындаған негр тауық. Біз дуэт. Екеуің, мен бұларды хор деп тұрсам. Кас, өлең айтамыз. 2 жұлдыз хоры. 1, 2, 3. Бәрі де артта қалды ма? Жаным ау бағың жанды ма? Жігіттер, сендердің бақтарың давно өртеніп кеткен түрлерін айтып тұр. Сен айт. Мен өзім ғашығым арнадым. Ғашығы түйе тауық па? Айта бер. Қимайман сені, қимайман, жалғанға сенсіз симайман. Мынандай табақпай демеймен қаға симақшы ұмбаған. Құрмет қонақтар, ондай болса көрейік, өзінің енесінен өте қатты қорқатын келін остановкада. Ай, Гуля. Опа, біздің автобус. Мама, айбай, енем звондап отыр. Алсайын. Енем звондап отыр. Не істейм, шашын түйіне қой. Енем звондап отыр, мама. Ағай, енем звондап отыр. Мен не істеймін, автобусқа асығып тұрмын. Таксиге салып жіберем, бір нәрсе істеймін, енем звондап отыр. Сташ, жүндіп саңыз. Сәлем бердік, енешка, не істеймін. Сиыр сауам, мене сиыр сауам. Не істеймін, ойбай, шай ішесіз ба? Я сүтпен ба? Еңке. Мен сүтпен шай. Кірі жай батыр. Айгүл, тоқташ деймін. Я, сен үйленгенде жоқсың ғой? Дайындап отыр, сәлем бердік, қайын. Құрмет қонақтар, мына ребустың шешімін білет шығарсыздар. Бұл енді сіздер кезекте ойлап тұрған шығарсыз, бер тұрсаңыздаршы. Бұл ребустың шешімін айтып кетейін. Мына қыз, қалың малы, өлтірісі, артынан келгені, және киті. Шабақтай маңды. Операциядан кейін наркоздан ерте оянып кеткен бір бала. Ей, мынау ерте оянып кетті ғой. Дәрігер шақыру керек, дәрігер. Тез болыңыз. Мынау ерте оянып кетті ғой. Кешір қожа, мендегі не жоқ? Қожа, тұршы, мен саған марқа ой алып келдім. Не істеп атсыздар ұмбағанда, дауқасқа не шүкіріп атсыздар, бандыр аға. Үнкей практиканттар жинабаған ұмбағандар үнкей. Ой, ятсыздар. Науқас күліп атыр. Ұйықтап демала беріңіз. Мен қазір келем. 6-шы палата, 6-шы келем.
6 команданың ішінде бір жігіттің әкесі әкім екенін естіген. Қазір алқасы сол командаға бірінші орынды берейін деп жатыр екен. Алло, папа, айттым бәрін, аха, нормально бар. Өт. Сәлемдесу ортада сөз тимесін аю Шымкент. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Бүгін финалда 6 команда. Біз бастаймыз ойында. Шапалақты аяма. Осы мен жаңылма. Сөз тимесін тек алға. Шымкенттен келген әзілдерді қалса, олай болса алдарыңызда автобуста болған жағдай. Кешіріңіздер, запресс, кешіріңіздер, қашыңызшы. Кешіріңіздер, запресс. АХБК бар ма? Бар! Солақай адам мен оңқай адамның амандасуы. Қалайсың? Давай. Бүркіттің балапандарына тамағы келуі. Опо жұт қойын тәкеліп. Суперстар Капкарашка көшеде. Өлі қыздар қалайсыңдар? Соны айтам ғой. Бәрін әдем бұл құлпырап, сұлы осы Рамдар, Капкарашка. Капкарашка, енді қуырылған пістемем. Студенттер күні түнгі клубта. Айгүл деген кем? Кем Айгүл деген? Сен ба? Мен. Ақше тапты, келіңіз, ақше. Қаяқты түгістаға кек болды. Мама, қойшы. Достар, ал енді Алматы қаласы әкімшіліктің алды. Демократия қайда? Демократия қайда? Әлеуметтік жағдай төмен. Әкімдер күшті. Демократия қайда? Я соны Әкім шықсын. Шықсын әкім. Тыныш деп атыр. Не мәселемен кеп тұрсыңдар? Бізде мәселе көп. Сұрақтарын қойсаңдаршы. Я, менде сұрақ. Сонау 1989 жылдан бері бастау алған метро қазір 20 жыл болды. Сол неге бітпей жатыр? Енді біз осы мәселе бойынша күнде бас қатырып жатырмыз. Бүкіл Алматы ауыл аймақтың барлық тәуіптері, бақсы, балгер, палсыларын бәріне хабарласып. Жақында ашылады деді олар. Біз сенбейміз біз тәуіпке. Сенбейміз. Неге шулай бересіңдер? Ой, салып болай ма? Студент деген бейшара халық бар. Қатты қиналып жүріп, неге стипендияның бағасын көтермейсіңдер? Е квартира, е машиналамай жүр. Сол айтам, сол, дұрыс сол. Менде бір сұрақ бар, тыныш. Неге мына жолдың бәрін қас тастайсыздар? Гүл отырғызбайсыздар. Сол айтам, Тыныш. Бензин. Неге? Шыбаған міне мен тұш ордыңа. Айқара. Кім? Тыныш. Менде ең өзек сұрақ бар. Қандай? Қазір тұмау деген бәле болды. Әр жақта шетелден келеді. Вакцина жоқ, дәрі-дәрмек ақша жоқ. Неше түрлі тұмау түсінбейсің қандай тұмау екен. Құс тұмау дей ма, ит тұмау дей ма. Енді шошқа тұмау келді дейді. Жоқ, жігіттермен өзім айта бер. Тыныш, менде сұрақ бар. Мына, бүгін қаншама халық келді. Қаншама сұрақ қойды. Бірақ сіз ешқандай сұраққа толық жауап берген жоқсыз. Неге? Сен қандай қақың бар маған мұндай сұрақ қойға? Сен кімсің? Мен қазақстандықпын.
Мен де қазақстандықпын. Тыныш. Сен қазақсың. Сен де қазақсың. Біз бәріміз қазақпыз. Жанымыз, жүрегіміз қазақ. Болған соң әкем қазақ, шешем қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын. Міржақып Дулатов. Бәрекелді және сәлемдесуімізді аяқтайтын команда Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік коммуникация академиясы жұмыр көен командасы. Болмайды ондай. Көрдің ма мынаны? Ондай нәрсе ол тарихымызда болмаған. Қашан ел боламыз біз? Дамыған елі мемлекеттік қатарына кірейін деп жатырмыз. Мына тіліміз де күшейіп жатыр. Қазақтың 16 миллион қазақтың бәрі қазақша сөйлеп жатыр қазір. Петропавловск, Павлодар бәрін өзім аралап шықтым. Біреу орысша білмейді. Мына метрода бітейіндек қалды. Бүгін чемпион болу керек. Байқасың? Армияға шығарып сап тұрсыңдар ма, бұрап батыр ма? Балеристаларымыз біздің. Олар маған кеттір. Бара беріңдер, қазір барам. Бүшік? Шірік. Хамид, финал тек күшеніп қала аламыз. Күшеніп қана аламыз. Күшенсе финалды беретін болса, күшенейік онда. Тоқта өзі көрсін. Жібер. Күшен. Жібер. Басып бұқыдағыз, асып бұқыдағыз, қалың шүр. Хамид. Финалды біз Алматы қандай гламурный болса сондай гламурмен аламыз. Фэшн, стайл, респект. Ой, Абзал, естің ма? Жұмыр шықты. Қыздар, жұмыр, піл. Сен мұнауын ішкіме есіне қойсын, артыңды ойла шыққанан кейін жігіттер есеме шас, бәле болмасын. Кім мұнау? Кім мұнау? Бір таныстау бір өңгендіш бір кел. Полуфиналда танысқан мен мұна жігітпен. Хамид, жарайды, сен капитансың. Мұнау кім? Сен қалай сөйлейсің? Мұнау кім деп? Кімен? Намысына тек болады ғой, мұнау кім дейсіз ішінчелеп. Так, бұл Абзал. Абзал. Мен досым. Қысқартып айта салуға болады атын. Абзал ма? Абза. Одан да қысқасы бар. Қалай? Абыз. Одан да қысқасы бар. Қалай? Ап. Ойбай. Одан да қысқасы бар. Қалай? Одан қысқасы бар ма? Оны көп десеңдер, одан да қысқасы бар. Қазір көптеген каналдар жаулап алған бағдарлама ол жасырын камера. Сонымен тамашалаймыз жасырын камера бағдарламасы. Камера. Скрытая камера. Скрытая камера. Ой. Қошай. Негізі көп адамдар біле бермейді. Қазақ халқы тойға бай халық. Тойда билеп жүрген кезде әртүрлі жағдай болады. Барлық адам әңгіме айтып жүреді. Музыка болып жатқан кезде қақсап жағы қарыспайды. Егер де музыка бірден өшіп қалса, не болар еді? Тамашалаймыз. Келіннің аяғы ауыр боққа далаға шығып келейші деймін де. Жасырын камера бағдарламасы 2. Ей, не істеп отырсың? Әйелім ғой менің. Камера. Ой, облом, камера. Жан, жүркеткеге. Хамид, не істеп отырсың? Не? Жаным, жасырын камера. Елімізде болып жатқан
шегуге сол жоқ. Темекіңді шай жерге таста, темекіңді таста деймін. Елімізде ешқандай таңдау қалмады. Бензин жоқ. Неге? Талонды қайдан алады? Талонды өз талонмен алады болсын. Қылғыны ремень тағатын болды. Ременіңді тақпа. Мен тақпады. Ременіңді тақпа. Ременіңді тақ. Тығырыққа тірелді. Жолыңдағы қаттыстаған қайда барам, қайда? Жынысымызды ауыстыруға заң қабылдады. Сәлем, Ақмарал. Менің атым Ақмарал емес. Менің атым Жандос. Жарым мәселесі елімізге проблема туындатты. Мен ешнәрсе көрмейін. Светті не үшін өшірді, не үшін? Ақша төленбеген үшін. Қазақстан Республикасының Конституциясының өзгеріп жатқан заңдары. Еліміздің барлық кинотеатрынан тамашалаңыздар. Біз заңға бағынамыз. Қазақстанда біз ойнаймыз, армандарға біз самғаймыз. Газадыға жұмыр келді, қосығындар ақтық мәре. Сәлемдесу аяқталды. Қазір ортаға келесі сайыс жамбату үшін барлық командадан сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шақырамыз. Сонымен ұпай сандарына кезек береміз. Жоғары балл 5 ұпай. Дулати жастары Тарас. 4. Орта Азия университеті құрамасы 5 4 5 4 5. Сөз тимесі Шымкент. 5 4 5 5 5. Тарас 2000. 5 4 5 4 5. Артан Шахтар Қызылорда. 1-4 қалғандары 5. Жұмыр Алматы. Айта кететін жағдай, регламенттен асқан үшін мына командалардан ұпай алынады. Орта Азия университеті 0,4. Тараз 2000 0,2 және Жұмыр 0,4 ұпай сандары алынады. Сонымен бізде қазір жамбату бірінші болып бастайтын Орта Азия университеті құрамасы. Саламатсыздар ма? Жақында парламент жиналысында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ручкасын құлатып алыпты. Ручканы мен көтерем деп басталып кеткен төбелесте 47 депутат зардап шекті. Екінші. Алматыға жақында Анна Семенович келіп, БТА мен Альянсты сатып алыпты. Банкілер ничего, е? Сөз тимесін. Біз енді Шымкенттен болғаннан кейін бірден Шымкенттік жаңалықтардан бастаймыз. Шымкент қаласында бензиннің бағасы күрт қымбаттап кетуіне байланысты, енді Шымкент қаласының қыздарын қалмалы талон арқылы берілетін болыпты. Екінші. Сұлулық бетте емес жүректе деген сөзді естіген бір қыз жүрегін алып бетіне жапсырып апты. Мақтаншақтар. Шымкенттің жігіттерінен кейін оққаннан кейін Шымкент туралы әзіл. Саттыбектің клипіне түскен қойлар звездовать етіп өрісте шөпті вилкамен жеп жүр дейді. Екінші. Алматы қаласында маршруттарда кондуктор болып жұмыс істеген бір апамыз түнгі клубқа кассир болып жұмысқа тұрып жұрттың бәрін 50 теңгеден кіргізіп жүр дейді. Жұмыр. Ауылдан келген апам Алматыда ғана тұмсығынан маска киіп алған адамдардың бәрін көріп,
Немене біле көшеге доғдырлар қаптап кетті. Біреу ауырып қалған ба деп айтады. Дулати жастары. Билайнның жаса деген тарифін естіген активтіктер істе деген тариф шығарыпты. Енді қорқып жүріп патсатықтар делай дейма деп. Статистиктердің айтуы бойынша, қыздардың мінезі жақсы болса, түрлері онша емес болады екен. Ал олар әдемі болса, мінезі онша емес болады екен. Егер түрі де, мінезі де онша емес болса, онда ол жігіт. Тараз 2000. Рахмет. Қазақстан құрамасының футболшылары енемен жаңадан түскен келін секілді. Неге дейсіздер ма? Бір-бірін түсінбейді. Кеше Алматы қаласында бір квенчик үйленді. Тойдың соңында сол квенчик шын мәнісінде бұның бәрі әзілде поклоншысы бір рестораннан шығып кетті. Қай командамен қош айтсамыз? Орта Азия университеті құрамасымен. Сөз тимесін, екі әзіл. Ән. Жаңбыр жауар себелеп, гүлге қонар көбелек, жауса жаусын себелеп, зонтикпен отыр көбелек. Ай! Екінші. Білім инемен құдық қазғандай деген мақалды естіген бір жігіт енді күрекпен киім тігіп жүр екен. Мақтаншақтар. Рахмет. Есек деген атқа жыны келетін бір есек өзін есімін өзгертіп апты Нурик деп. Жұмыр. Ән. Қыздар қарналады. Ұлың болсын он шақты, қызың болсын он шақты. Одан кейін желанияларын қашып кетеді өзі. Бәрімізге белгілі 31-ші телеарнада түріктің актері Полат Алемдар қазақ тілінде сөйлеп жүр. Өте қиыншылықпен зорға сөйлеп жатыр. Ар бірақ саясаткерлердің айтуы бойынша тамаша сөйледі қазақша. Дулати. Үнемі әнге келтіріп жүретін, сөзінің бәрін әнге келтіретін бір жігіт. Тыңдайық. Аяғынан мазол шығыпты. Аяғым туфли киюге аядым. Мазол шығыпты, қаяғым. О, міне ағым. Осы Алматы қаласында Қожун емші кинофильмін сүйіп көретін бір әпкеміз үйінде өзінің жұбайын жаным Қожун депті. Сондықтан оңбай таяқ жепті. Енді сол әпкеміздің айтқан сөзі. Енді постоянно мультфильм көрем. Тараз 2000. Құрметті жігіттер, қыздарды тойда көп мақтамаңыздаршы, той ерте бітіп қалуы мүмкін. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын түрмеде. Жақсы. Сонымен кім? Әлде тағы бір айналдырамыз ба? Қай команда? Бәріміз бір көтерейікші. Үшінші, Мақтаншақ пен Дулати, бір-бір әзілден. Мақтаншақтар, бірінші әзіл. Жігіттер женсе келсе алды шығып кетеді. Ал егер қыздар женсе келсе алды шығып кетеді. Дулати жастары. Өзіміз сияқты бір студент аттестациясын жабам деп үйінде кілтін ұмытып кетіпті. Жақсы, сонымен Мақтаншақтар Дулати қайсысы? Бәріміз бірдей көтерейік. Дулати жастары. Үшінші айналым, сөз тимесін, екі әзіл. Қазақ эстрадасының жұлдызы әнші Бейбіт Қорған өзінің фамилиясын алып үйін жағын қоршап тастапты. Екінші.
Осыдан бір ай бұрын депутаттар арасында ұйқыдан жарыс болып өтті. Жеңімпаз әлі анықталған жоқ. Жарыс әлі жалғасуда, мамандардың пікірінше достық жеңет деген ой бар. Мақтаншақтар, екі әзіл. Қақпақ, мен қараймын саған, сен қарамайсың маған. Неге қарамайсың маған, оңбаған? Барлықтарыңыз білетін екі жұлдыз бағдарламасындағы Гуля Төлегенова мен Илайлин дайындық кезінде Гуля Төлегенова Илайлинге айқайлапты. Сен даусың жоқ, ән айтамайсың десе Илайлин, ал сен штанга көтере алмайсың деп. Жұмыр. Ресей әншісі Анна Семенович түнде ұйықтаған кезде егерде жанынан қарап жатқаса, күйеуі 1,5 метр ары жатады екен. Тақпақ, тағдыр сені салды дүлей сынаққа, 80-дегі мәужіреген шал дертіп, көзіңді қорт туған жерден жыраққа, депті Оразтауыққа. Тараз 2000. Кеше Алматы қаласында жұлдыздар концертінде Нұрлан Өнербаев өз өнерін көрсеткеннен кейін Сейфуллин Жолбарыс өз жолбарысын көрсетті. Кеше бір мұғалім пара алам деп өз парасына кешіп қапты. Сөйтіп Моншаға барып парға түсті. Қай команда? 3. Мақтаншақтар. Төртінші айналым. Сөз тимесін. Инабатты, ибалы, сүйкімді, әке-шешесінің айтқанынан шықпайтын, тамақтылы уақытылы ішетін, кешке үйінен мүлдем шықпайтын күшік сатам, новый, бір рет көрмеген. Екінші. Жақында жұмыс ауыстыруға болады деген заңды естіген Гүлжан, енді Нұржан. Жұмыр. Ринго тобы бинго ойнап, ақша ұтып алып, кредитін жабуға бұта банкіне барса, бұтадағылар гыта ойнап жатыр екен. Өткенде Заттыбектің концерті болды ғой, бәрімізге белгілі. Сөйтіп жолдас балам барайық дейді да, қаншадан десем 3000-нан дейді. Сөйтіп ойланып тұрып, үстіне 1000 теңгеге 4000-ға Заттыбек ертесіне үйге шақырдым, өлеңін айтып шайын ішіп кетті ғой. Тараз 2000. Құрметті қыздар, қыздар қарынылады. Құрметті қыздар, егер сіздер 6-тан кейін тамақ іше алмасаңыздар, 5-тен кейін ішіңіздер. 5-тен кейін шамасаңыздар, 3-тен кейін ішіңіздер. 3-тен кейін шамасаңыздар, 1-ден кейін ішіңіздер. Бірде по-любому ішесіздер, обед қой. Екінші. Жақында бір университетте ондай-мұндай сабақтан беретін мұғалім анша-мұнша пара алып, сонша-мұнша жылға сотталып кетіпті. Қай команда? Söz tiymesin. Final. Жұмыр, Алматы. Осы қазақтардың мақал мәтеліне түсінбеймін. Әке шешең жынды болса байлап бақ дейді, сау болса босатып жібереміз, өздері жайлып келе ма? Осы Қазақстан футбол құрама командасын айтамда. Бапкерін ауыстырдық болмады, ойыншыларды ауыстырдық болмады. Сол қарсыластарды ауыстырса қайда дос? Үшінші. Қызылорда қаласында жаңбыр жауса, жергілікті тұрғындар кіріп шығады екен. Тараз 2000. Финал ғой. Бір түрлі болып тұрмын. Паспорт жүйесіндегі налевой тариф тура йогва сияқты екен. Бір кірсең шыға алмай қаласың. Не ексен, соны орасың деген мақалды естіген Ербол ағамыз огородта $5000 егіп жатыр екен. Арал теңізі тартылуына
Тараздың жігіттері себепкер екен. Ол қалай? Былай. Арал, тартыл бірашқа, тартыл. Сонымен жеңімпаз қай команда? Былай. Таңы бір әзілден. Еліміздегі жыныс ауыстыру деген заңнан кейін сүндетке отырғылату хирургтар мен молдалардың бизнес жүрмей жатыр екен. Тараз 2000. Бір ауылдағы отырыста кенеттен свет өшіп қалды. Светті қалай жағатын білмеген 79-дар священниктердің көздерін пақ етіп азанғайды светпен отырды. Кім? Қайсысы чемпион? Екі кетіп қалған Ескендір. Сен әлі сөз тимесін болып отырсың өзің. Тағы бір әзілден, не? Тағы бір әзілден. Жұмыр, тағы бір әзіл. Тағы да Қазақстан футбол құрамасы жайында. ФИФАға өтінішім бар да. Құрметті ФИФА президенттері, ағалар, өтініш өмірінде бір рет болса да ұтылудан чемпионат жасаңыздар, біздерді бір рет ұтып көрейік. Тараз 2000. Кей депутат ағаларымыз кішкентай кезінде мақ пен резинканы көп ойнаған сияқты. Қазір сөздерінен көп секіреді. Қайсысы? Көтерейік. Кім? Жеңімпаз Тараз 2000 ғой, е? Сонымен Жамбату ұпайлары. Орта Азия университеті құрамасы 0,1, Дулати жастары 0,2, Мақтаншақтар 0,4, Сөз түймесі 0,6, Жұмыр 0,8 және Тараз 2000 бір ұпай. Қазір келесі сайыс дыбыстау деп аталады. Бірінші оп өздерінің дыбыстау сайысымен ортада Сөз түймесін КВН командасы. Мен сонау финалға бола Алматыдан, Шымкенттен 1200 теңгелік автобуспен бір фанта, бір пряникпен өтіп сайранға түстім. Қойсы суға соңбайық. Жүр оданда газ атқан қыздарына барайық. Фигуралар мынандай, өздері фигуралар мынандай. Кеттік па? Қойшы. Демереме шығат көзінен бірден шығамыз. Құршараққа. Кеттіні жемпейдің қыздар, бартан соларға бар. Мен болса газ атқан қыздарына кеттім. Жемпейдің қыздары? Ойыннан кейін әңгіме, жюридегі әңгімелер. Бәйіндегі Сөз түймесінің бүргіт жайлы әзілді күшті болды, мойындаңдаршы. Күшті болды, әдем болды. Сөз түймесінге барамыз, сөз түймесінге. Таныш. Бүйтіп сендер командаға көмектеспейсіңдер. Одан да бір жақсы әзіл барайық. Менде бір әзіл бар дейді, бір күні қоян болып дейді, бір күні сөйтіп алдынан қасқыр шықты да, одан кейін қоян жинап атса, мен әзілім қызық емес. Сен шында да қызық емес екен. Менің бірақ бір түсінбейтінім, мына қыз неғып отыр. Шашы май, түрі қап-қара, бір нәрселер жаға бағасын бетіңе. Тағы финалға барам дейсің. Арттарыңда апайларың мұрын шығып отыр, оны да ешкім байқамайды. Не деймін? Мен жүрдім ғой кезінде, жүре берем ғой, мен жүрдім ғой кәдімгідей. Таныш, бүгін ақтық мәреде ойын көрсететін командалар. Мақтаншақтар, Жұмыр, Тараз 2000, Дулати жастар. Көз түймесін кеп қалу мүмкін. Техас, Ефтем ұшылдақтар кеп қалу мүмкін. Сөз түймесін ше? Тек қана Сөз түймесінге балет етіңдер, тек қана Сөз түймесінде бағырыңдар. Ой, мынау Тараздың арманы не ақ отыр, түсті ше. Отырыңыз Баршагүл апай. Рахмет. Сөз түймесін. Сайысты ортада Тараз 2000 КВН командасы.
лебес-битістік фильм ұсынады. Ал сен септің бе? Таразегім көмеңіз Алматы қаласына самолетпен келді. Хот-догамыз, гамбургамыз, ходыңыз. Мынау жүн үшін сатып сен сатып сол жұмыс істейді. Ал жаппаймын өзіңді. Жап аузыңды. Жаппаймын өзіңді. Жаппаймын. Жаппаймын. Мен жабайым. Мақұл жап. Жабасың жаппайсың ба? Жабам. Өзің жап. Жаппаймын. Да бетіміз жабамыз. Олар АХБК-ға сразу келді. О, Таразегім келеді. Таразегім. Самолеттің ішінде Таразегім. Таразегім. Беттерін жамда танып қойды. Пешеходта бізде қатаң сақталады. О, акимет, қарсы алыңдар жас, әкімшілік әкім. Мынау чудан келіп тұр мыналар, мына пассажир чудан қойды ме, қақтын біліп қойдыңыз. Қатық қапты ғой мынау, кәдімгідей. Есен аға бізді қарсы алу үстінде. Таразегім бар ма самолеттің ішінде? Таразегім бар ма? Таразегім. Былай тұр, жұмыр, былай тұр. Құлсары, нефтемі. Былай тұр. Қарынас былай тұршы өткені. Өтпейсің Есен аға. Мен сіз бір жерге ұрысақтым. Олдар емес. Армани бар ма, Армани? Армани жап аузыңды. Онда сен Армани. Қақтан біліп қойдыңыз? Қолың тақ. Мә саған гүл, кубокты кешке берем, аға? Давай. Жоқ, ағай. Бізге кубокты бірінші беріңізші. Болмайды, бірінші гүлді аласың, сосын кубокты аласың. Мә. Ағай, рекламентке точно қарайсыздар ма? Уақытта асып кетсек не болады? Ештеңе болмайды, мейлі жақсы. Сөз емесін КВН командасы Opel Vectra машиналарын қуып келді өздерімен бірге. Таразегім көмеңіз заправка соғу үстінде Алматы қаласында. Не істеп жатсыңдар? Бұл жерде мен өзім мейрамхана соғайын деп жатырмын. Не бұл жағар, не істеп жатсың? Біз заправка соғамыз. Бұл жерде мен мейрамхана соғам. Мейрамхана қоғамдық жер темекі шегуге болмайды. Жазылып тұр ғой төбеде. Көрдіңіз бе, өлтіреді онда. КВН басталды, жүгіріңдер. Ақтық сайысы Таразегім. Тығылдар, біз КВН басталды. Тығылдар. КВНді бұрынғы замандардың өздері көреді екен, шалдар көреді екен. Есен мен кумирім. Я Кеша, қаға. Я Кеша, сендер отасыңдар, Кешамен. Дайындық қой Таразегім, давай. Есен мен кумирім. Құрмет қазір алқасы құлақтарыңызға алтын сырға. Өздеріңіз білесіздер ғой, қарай. Кеттік. Ортада өздерінің дыбыстау сайысымен Қазақ көлік коммуникация академиясы жұмыр КВН командасы. 2011 жылғы Азияда ойындарына сайғат. 20 қараша финал АХБК. Жұмыр КВН командасы сынады. Сонымен біздің бір күнгі жарысымыз бастайды. Бақтияр Артаев, Илья Ильин, Мәдина Садуақасова. Құсамай қалды мұны. Асынсыз Есен Өліген, молодец. Кеттік, сонымен бірінші Мәдина Садуақасова. Есен жақ қатты жүгіреді екен. Екінші кет бір жатыр. Ұстап алды Мәдина Садуақасова. Бір түл ұстап алды артынан. Кетті. Бақтияр Артаев кетті. Артынан Илья Ильин кетті. Бірінші болып Есен Өліген қазір метроны ашады. Оппа. Кетті. Сонымен Наугында Мәдина Садуақасова. Сонымен ақтық мәре финиш. Сонымен бірінші орында Илья Ильин, Мәдина Садуақасова. Жігіттер, енді осыны топпен ойнап үйрену керек. Қайраттың айып етпейсің. Кеттік. Жастық. Бастық, бабаң бастық. Ей, Тараздың жігіттері, жүріңдер сұранаймыз. Кеша, сонымен жүгіруден жарыс. Жәнібек Жанқараев екінші келе жатыр. Сонымен кеттік. Ақтық мәреге аз қалды. Жете алмайсың. Темекі шекпе. Темекіден тасқа зиян. Темекі шекпе. Зиян. Оппа! Бір айдан кейін. Мен ойнаймын, мен жүгіремін, мен тренировка жасаймын, тренировка. Көрсетем Кешаға. Жүгір. Мен күштімін. Кешаны ұрып алдым, Темекіні тастадым. Жалпы осылай, қысқа Азияда жайында жалпы осылай. Есін аға айта беріңіз. Айтам. Не отсың жа? Болт. Болды. Бүгінгі демеушіміз Samsung Corby. Сонымен жұмыр көмек қандасы. Рахмет. Дыбыстау сайысы Дулати жастары Тараз мемлекеттік университеті. Тараз. Үстіңгелік свет. Ба қызым, саған 100 теңгелік ит әкелдім. Папа, маған немене кішкентай бала болып кеттіңіз? Керек жоқ маған 100 теңгелік светіңіз. Папа, үйге светші кеп кетті ғой. Сөйтіп не деді? Мүзіт білмеймін, үйге бір дәу светші кеп кетті. Сол дәу светшіге қазір звондаймыз, міне өзі де звондап жатыр. Алло. Әбеке. Ұялмайсың бе, бизнесмен басыңменен светке 100 теңге қарсың. Әлі төлемепсің. Әйелің айтам мен мектепте жомартпен жүргенімде. Төлейміз. Уайымдамашы. Тезірек төлеңдер.
Уайымдама, төлеймін. Жаным, звондаған кім? Звондаған кім деймін саған? Отоплениядан ғой, отоплениядан. Точно отоплениядан ба? Точно отопление. Ал, кеттім мен жұмысқа. Жаным, басың отопление сияқты тұр ғой сен. Айналайын, давай, мен қызым жақсы ғой. Кім бұл? Айшалым Печкин, ойнап айтам свет тексеріп келген адам. Кір онда. Свет жақ қойсыңдар, қаржын төлемейсіңдер, Мен светтің бәріне төлеп қойдым ғой, аға. Өтірік айтпа, участокқа да көрсет. Аға, мен төлеп қойғам, шынымен. Сіз қаяқтан боласыз? Сен өтірік айтпа, мен Тараздан болам. Светіңді қырқам. Аға, қырықпай-ақ қойыңызшы, мен Қырқам төлеймін. светіңді. Төлеймін, аға, шынымен. Ай, төлеймін. Ай, аға. Жаным, екеуміз басымызды қосып тұрайықшы. Басында бит жоқ па? Қазір свет өшкенде де басымыз қосылып тұрсын, е? Басында бит бар ғой сенің. Свет өлмеген адамдар мынандай болады, қараңдар. Айбай, төлемеймін мені. Төле, атаңа нәлем, төле. Төлемеймін мен светті. Айбай, вазан зындырғаның не? Қымбат бетіне. Ата. Ана жақтан қазір тағыр бас біреу шықта мен көрген жоқпын деңші. Уайнала шам, и так та көрмеймін. Көп сөйлей бермей, светтің ақшасын төлеңдер. Рахмет. Қызылорда мемлекеттік университеті мақтаншақтар. Салам алейкум, Қазақстан. Бауырым, КВН-ге билет аласың ба? Билет бар ма не сендерде? Қаншадан ол өз бағасы? Айтып жүрсе? 500 теңге. 100-200 мә, ана КВН-ге бару керек ене, барам мен. Бауырым, не қылып жүрсің? Сендерде КВН-ге билет бар деп жүрсіз ғой? Қызықсыз ба, бізді сатпайды ғой? Сатады ғой, берсеше бір билет. Бізде билет сатпайды, бауырым. Сатады сендерде. Кетшер, мен сатпайды дедім ғой. Сатады деп естідік қой сендерде. Мә гамажындап кете. Сатады сендерде. Ой, сатпайды бізде, кетші анақы. Сатады деді ғой. Сағындырған саржайлауы. Бауырым, не істеп тұрсың? КВН-ге баратын ем, жуынып кеп тұрым ғой. Дұрыстап кеп тұрың, сусы от батады. Киім жоқ, неден не бар? Дұрыстап кеп тұрың. Бауырым, қандай әтірші болғансың? Ареплейін ба? Ескендір аға, сізде бар ма ең болмаса? Біз билет сатпаймыз, біз тек искейміз. Ескендір аға, сізде бар деп естідік қой. Билет сатпаймыз біз. Кетші анық. Құрметті Айнабұлақтың жігіттері. Ескендір аға айтады, билет жоқ дейді, мен қазір миллиондарын қолына санап берем. Абел, қолында біл, Миллионын санап берем қазір. Абел, қолында біл ешкім. Мына мінеке, 1 миллион. 2 миллион. 3 миллион. 5 миллион. Неше миллион сана? Ескендір, сен бұрын КВН ойнаған жоқсың ба? Енді... Ой... Сол КВН ойнағыңнан бір өнерін көрсетіп жүрсейші. Өнер? Көрсетіп жүрсейші. Көрсетсейші. Көрсетіп жүр енді бір. Көрсетейін онда. Калина, Бланка, пүл-пүл, пүл-пүл. Сіздермен болған мақтаншақтар КВН командасы сау. Және соңғы дыбыстау ортада Орта Азия университеті құрамасы. Алматы, 2009 жыл. Жігіттер, жай тұра береміз ба? Ойбай, Қазір сіздердің алдарыңызда ортау КВН командасы. КВН-ге дейін олар немен айналысқанын тамашалайық. Алишер гоп-стоппен айналысқан. Сотка бар ма? Сенен сұрадым, соткаң бар ма дейм, өу? Жоқ. Бар, бар, міне сотка мен. Братандарға біреуге айтсаң таяқ жейсің, түсінің ба, өу? Кет бар. Айтпайым болды, айтпайым. Алим дегустатор болған. Керемет вино.
Францияда жасалған өте керемет вино, достар. Рахмет, братан, рахмет. Рахмет, братан. Сөз жоқ, әңгіме жоқ енді. Мен вино керемет екен. Оқас жоқ, бұл менің жұмысым. Жарайды, мен кеттім. Сау болыңыздар. Сека страшный қыз құмар болған. Қыз емес, қызбын. Жігіттер, қалай ойлайсыңдар? Біз чемпион боламыз ба? Бәрібір емес пе? Боламыз ба, болмаймыз ба? Ең бастысы бірге болсақ. Яғы жігіттер. Иә. Қазақстан КВН одағатынан Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне үлкен алғысымызды айтамыз. Және де бүгінгі сайысымыздың бас демеушісі Samsung Corby ұялы телефоны. Қымбат достар, енді дыбыстау сайысына ұпай сандарын естейік. Дулати жастары жоғары балл 4 ұпай. Барлығы 3 ұпай. Орта Азия университеті құрамасы Алматы. 4, 2, 3. Сөз тимесін Шымкент. Барлығы 4 ұпай. Тараз 2000. 4, 3. Мақтаншақтар Қызылорда. Барлығы 4 ұпай. Жұмыр Алматы. 3. Енді соңғы сайысқа кезек береміз. Үй тапсырмасы. Мен қазақстандықпын. Бірінші боп ортада Тараз мемлекеттік университеті көпсалалы колледжі, Тараз 2000 КВН командасы, Тараз қаласы. Қонақтар, барлықтарыңыз білесіздер, 2011 жылы Астана Алматы қаласында қысқы Азия ойындары өтейін деп жатыр. Оны естіген Тараз қаласы Айша Бибі ауылдық округі әкімшілігі 2010 жылы Айша Бибіде жасайын деп жатыр. Сода дайындық үстінде. Шапақтар. Мен әкімнің орынбасары болғандықтан басқа мәселелерді шешекте не бар? Басеке біле берсеңіз, Алматы мен Айша Бибіні салыстыратын болсақ бар ғой. Салыстыр. Алматы қаласының көшелерінің бәрі теп-текс. Айша Бибінің кіші қотыр ғой. Енді бұл кезде елбасымыз келе ма? Елбасы келсе қотыр жолын бәрі жөнделеді, болды, проблема шешілді, болды. Молодец. Басеке тағы бір сұрақ. Айша Бибіде Шымбұлақта Азия ойындарында қар жауады Шымбұлақта. Айша Бибіде жаумай қалса не істейміз? Жаңа айттым ғой, елбасы келеді, бәрін жаудырады. Елбасымыз. Осы Айша Бибіде бар ғой. Метро жоқ қой, не істейміз метромен? Не, метро Алматыда бар ма не? Басеке, мен сырт құлақтардан жаман бірден естідім. Сен құлағын кір қойдың ма, сырт құлақтан естисің? Айта бер. Басеке, біле білсеңіз, Алматы қаласының самолеттарын бәрі іші комфорт, әдемі екен. Ой, Айша Бибі самолеттары мықты. Қалай? Міне былай, құрмет қонақтар, құрмет жолаушылар, Айша Бибі Лондон рейсіне қош келдіңіздер. Артқы орындар 500 теңге, 6-8 теңге, телевизион жаны 1000 теңге. 5-ін беретін болсар, лөтчіктің жаны отырсар, 10 000 теңге беретін болсар, лөтчіктің үстінде бүйтіп отырасыздар. Құрметті жолаушылар, орын бер, шырағым ей. Апа, қойыңызшы. Ай балам, орын бер. Апа, бұл самолет қой, автобус емес. Самолетіңе ұзыннан құладың, тұр балам, айналайын. Құрмет жолаушылар, мына оң жағымыз бұлт, не деген аспан көк, әдемі. Ай, қызым айналайын, тоқтат жана камоқтан суап алайық, шырағым. Апа, сіз алжығанса бұл көкте жүрміз, аспан бұл самолет. Көгіңді бүгінгі айналайын түсінбедім, мына пенсиядан бір 2000 теңге өзіңе айналайын. Бағанан бір сөйтіп кетсе, қордай тамақтанамыз, 30 000 қордай. Басеке, бергенші. Мен естіп жатым сұрық құлақтардан тағы. Алматы қаласында орталық Азия ойындарының киімімен ашат кен. Ерболат Құдайбергенов, мен қазақ. Ондай киім бізде де бар ғой, бүкіл Қазақстан жайлы киім. Қандай? Міне бұлай. Кеттік, шабақтап отырыңыздар ғана. Оралмандар келеді, бізден фото алады. Фотоларды алып үйіне қайтын қайтады.
партия өте көп. Даулаушылар бітпейді. Даудамайды тоқтатып, Нұр Отандық десек жетпей ме? Ақтық мәре сайысы 6 команда ойнайды. Бәрі мықты дайындалған Тараз 2000 чемпион. Елбасымыз келгенде Алматы жолдарын жөндейді. Әттең бірақ президент шаңыраққа келмейді. Шаңырақ қайдасыздар? Айдауға қосылып отырыңдар бәріңізге. Мұның бәрі қызық қой, қызық жер сызып қой. Егер өлең ұнаса, шапалақты ұрып қой. Бәлекер, жақсы, бәрі жақсы. Алматы қаласында қоғамдық жерлерде темекі шегу болмайды екен. Ал бізде ше? Айша биби дейді, қоғам жерде темекі шегу болмайды. Көрейік мейрамханада болған оқиға. Какой-то никотин шуммани. Азия ойындар қай жерде де өтпесе де, қай жерде өтсін өтпесін, біз қазақстандықпыз. Қазақстанда тұрамыз, Қазақстанда ойнап күліп жүреміз. Біз қазақстандықпыз, осымен біздің үй тапсырмамыз аяқталды. Рахмет, қошеметтер. Өздерінің үй тапсырмаларымен ортада Орталық Азия университеті құрамасы Алматы қаласы. Сонымен құрметті достар, кішкене елестетейік. Жетісат Қазақстанның белгілі адамдары сол Жетісатта екен. Мен өскен кезде әкім болам. Мен әкім болам. Балалар, тыныш. Ахметжан, алдымен Иманғали әкім болады, сосын сен боласың, жарай ма? Апай, мен тақпақ шығардым. Жарайды, айт. Аттан Қазақстан, аттан йоу Қазақстан. Ай, молодец, Амантай, сен болашағың бар. Апай, тығылыспақ қойнекші. Жарайды, сен бар, тығыла бер. Біз сені іздейміз. Рахат, қайдасың? Рахат қайдасың? Нұрсұлтан, сен болашақта кім болғың келеді? Мен болашақта Қазақстан Республикасының президенті боламын. Ай, молодец. Азамат, ал сенші? Мен өскенде Қазақстан Республикасының президенті болғым келеді. Бірақ мен өмірге шыншыл көзбен қараймын да, сондықтан электрик бола саламын. Есен, сен кім болғың келеді? Мен де президент болғым келеді. Жоқ, Қазақстан КВН одағы лигасының президенті болғым келеді да мен. Мынауың енді дұрыс. Құрметті достар, әр адамның осы өмірде өз орны бар. Сондықтан, құрметті достар, өлен! Йоу. Ауылда қойларын жоғалтып ап, қиналып жүрген балаларға арналады. Қиналып, үйге барамай, әке шешелер ұрып қылышын шығарып, қиналып жүрген балаларға арналады. Балалар, қиналмаңдар, бұл өлең сендерге. 15 май қой өріске кеткен кез еді. Мен қойымды жоғалтып, таппай қалдым, быжырдым шығып. Қойды іздеп үйге бармай қиналып кеттім. Қойым қайда?
Қойымсыз үйге барсам папам шапалақ. Бычтын шығып, жүрегім ауырып, бычтым болып түсінбей қалдым. Бірақ бәрібір үйге мен бармай қалдым. Ананың үйіне бардым, мынаның үйіне бардым, ананың үйіне бардым, ол жақта қой жоқ. Ананың үйіне бардым, мынаның үйіне бардым, ананың үйіне бардым, ол жақта қой жоқ. Қойым қайда? Қойым қайда? Қойсыз өмір қиын болып кетті маған. Шапалақ Көш ауылға мен барып интернетке кіріп, Google қарап қойымды іздеп тауып қарасам, контактта отырып ап SMS жазбайды маған. Ананың үйіне бардым, мынаның үйіне бардым, ананың үйіне бардым, ол жақта қой жоқ. Ананың үйіне бардым, мынаның үйіне бардым, ананың үйіне бардым, ол жақта қой жоқ. Жазда апамның ауылына барып едім, қыдырып бір қошақан алдына жүгіріп шықты жүгіріп. Ақмандай лайым екен, қошқар мекен, бал мекен, қойым қайда кетті ғой. Түсінбедім мен оны, қойсыз өмір қиналды, бытшын шығып ауырдым. Түсінбедім мен оны, әкем айран бермеді. Түсінбедім бәріңді не болып бара жатыр маған. Кім кінәлі? Мен кінәлі. Ананың үйіне бардым, мынаның үйіне бардым, ананың үйіне бардым, ол жақта қой жоқ. Ананың үйіне бардым, мынаның үйіне бардым, ананың үйіне бардым. Қызым үйінде шай ішіп отыр екен, представляете? Ал енді, құрметті көрермендер, біз осы өлеңмен не айтайын деп едік сіздерге? Құрметті көрермендер, қойларыңызды жоғалтпаңыздар, құрбан айт келеді. Рахмет. Қымбат достар, Қазақстан КВН одағы Азия ойындар туралы насихаттау жұмысын одарымен жалғастырады. Азия ойындар кезінде еліміздің айнасы сіздер боласыздар, әрине осы еріктілер қатары. Қазақ елін бірге таныстырайық. Әлде болса еріктілерді қабылдау үстінде осы дирекцияға хабарласуларыңызды сұраймыз. Ерікті жас, ерікті болу, өз еркіңізде ортақ міндетті бірге көтерейік біздің жас достарымыз. Қымбат достар, өздерінің үй тапсырмаларымен енді ортада Дулати жастары. Тарас. 4, 3, 2, 1. Құрметті көрермендер, біз сіздерге таза нағыз Тараздың ойын көрсетеміз. Сонымен көреміз Тараздың ең тентек мектебі. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Ағай, общий салам десеңіз, біз сізге аточты деп жауап бере саламыз ғой. Бүгінгі тақырып салам алейкум. На тақтан ақ кір-кір. Не айтайшы ағай? Кім кезекші? Не айтайшы ағай? Айтшы. Біз не мектепке тақта сүрту үшін келеміз ба не? Не қиын ба не? Үйретейін деп пе не? Бізде қыздар жоқ ба не? Ал не қыз болайын деп педің? Сен қызсың ба не? Аға керек емес сондай. Керек осындай әңгіме. Не керек? Маңызды мен барып алып келемін. Отыр орныңа. Сабақ болып отыр ғой мына жерде. Алло, аха, айта бер, қазір. Мынау қайсы тақ? Сабақ болып отыр ғой. Қоя тұршы, сөйлесіп отырып қой. Жында ағай ғой. Ағай ма не? Қоя тұршы, сөйлесіп отырып қой. Алло, қазір. Қай сабақ қазір? Әдебиет. Әдебиет сабақ екен, сосын звонда. Балалар, үйге берген тақырып не? Мен қазақстандықпын. Ол Есен ағаның тақырыбы. Мен не бердім? Не бергенізді өзіңіз білмейсіз ба не? Өз білмейді, не беріп жүрген? Білем, не бердім мен? Қойныш, ағай қойныш. Ағай берді. Не берді? Гоп-стоп берді? Гоп-стоп бердім. Дайынсыңдар ма?
Дайынбыз. Кән жазғандарыңды алып келіңдер. Біз жазбаймыз. Осы жерде көрсетеміз. Реально көрсетеміз. Онда мәдениетті түрде көрсетіңдер мына жерде. Давай, жігіттер. Әттең, опа. Кешіріңіз, біз мәдениетті адамдармыз ғой, Жоқ, кешір болғанда отырыңызшы, даусыңыз қандай? Отырыңыз. Мен сіздің ана иығыңызды түртіп кеттім, кешіріңіз. Жоқ, сіз мен иығымды зақымдап жібердіңіз да, отырыңыз. Құдайға шүкір, күнде зақымдап жүрміз ғой, Құдайға шүкір. Жоқ, отырыңызшы, мына бері отырыңызшы. Бері отырайын. Мен сізге бір ұсынысым болып тұр да. Осы жерде сіз де, мен де өз ағайындарын тартпай-ақ, осы жерде осы проблеманың түйінін шешейік. Қалай қарайсыз? Жақсы қараймын. Былай қараймын ғой, былай. Жоқ, сіз рұқсат етсеңіз, мынау дәу тасты алып, сіздің анау қазандай қара басыңызды бүйтіп қақайыра салайыншы. Рұқсат етесіз ба? Мен сізге рұқсат етемін ғой, бірақ сіз менің қара басымды қақып жарғаннан кейін мен сіздің саныңызға атверкі тығып ала саламын ғой. Не деген мәдениетизм, не деген культуризм. Осы сәтті пайдалана отырып, мен өзімнің ағайындарыма телефон шалайын. Шалыңыз. Қатты шалып жібермеңіз тағым. О жағынан уайымдамаңыз. Уайымдап тұр. Алло, Асанәлі, Сула, Санчо. Кешіріңдер сендер мазалап жатқаныма. Жоқ, көп адамның қажеті жоқ. Мына жерде проблема болып жатыр. Көп адам қажеті жоқ, бір 88 класстастарын ертіп келе салсаңдар жетеді. Иә, күтем, жарайды, күтем. Ал енді сіздің рұқсатыңызбен мен де өз жолдас балаларыма звондайын. Звондаңыз, күте тұрам. Алло, Берік, Серік, Ерік, Шайтан. Шайтан, ана жын шайтанға айтшы, мына жаққа келіңдерші, мен тіреліп қалдым, содан шығу керек. Келе алмайсыңдар ма? Мен өзім шеше салам. Жоқ, сіз кешіріңіз, жаңа сіз кімге звондадыңыз? Ерік, Берік, Серікке звондадым. Анау, Ерік, Берік, Серік, түнайт дегенде Ерік, Берік ба? Ерік, Берік, Серік, түнайт дегенде не дейді енді, ағаларың келе ма? Келмейді, кешіріңіз, мен бара берейін, Жоқ, сіз бара бергенде сол бара бермейсіз ау деп қалдым да осы жерде. Сол мынау, сіздің анау жағыңыз күн шығыса қарап қалмай тұрған кезде, мынау, сіздің екеміздің таныстығымыздың бір белгісі болсын деп, мынау, әдемі аса бағалы соткаңызды маған қалдырып кетсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Аса бағалы сотканы сізге қалдыра алмайым. Өйткені оны маған мамам мен папам туған күніме подарить еткен. Ойбай. Бұндай мен сылтаудың қырығын естігем. Сіз 41-шісіз. Соңғы рет сұрайым. Аса бағалы соткаңызды маған алқағып тағып жүрейін. Бересіз ба, бермейсіз ба? Алқағып тақпайсыз, өйткені бере алмайым. Сула, Биза. Мына жігіттің жағын күн шығысқа қаратпай, көзін шығартпай, мұрнын бет қылмай, ана тістерін сындырып, мойнына алқағып тағып беріңдер, және де мына жерден көкірегінен сықылдатып ұрып, өкпесін түсіріңдер. Ертең біздің авторитет деген немізге абыройымызға нұқсан түспесін. Енді өздерінің үй тапсырмаларымен мен қазақстандықпын, Қазақ көлік коммуникация академиясы, Жұмыр Алматы. Хамид Ергеш, қараш Хамид бір ерекше бір пульт болып алдым. Қандай алсында? Мына пультпен уақыт ағысында серуендеуге болады. Өткен шақ, осы шақ, болашақ бәрі. Кән беріш көреш, анықтауыш, бастауыш, баяндауыш жоқ па? Кән? Хамид, жандос, не істеп жатсыңдар? Стоп! Артқа! Зор ғой, басынан. Хамид, жандос, не істеп жатсыңдар? Стоп! Артқа! Тағы бір көр. Басынан. Хамид, жандос, не істеп жатсыңдар? Стоп! Артқа! Үйге қайтар жердің сұра. Хамид, өткен шаққа барайықшы, ата-бабалар. Ата-бабаны ма? Я. Так, тоқта. Кетті. Хамид, мыналар кімдер? Қазақтар ау деймін. Точно қазақтар ма? Қазір білем. Көке, ана таста жіберіңізші. Қойшы, ерініп тұрмын. Точно қазақтар. Қазір бір минут. Ресейдің құрамына кіруші болмаңыздар. Неге? Біз қыса қорбап кетесіңдер өкірге, тілдеріңді ұмытып. Тоқтай тұр, Хамид, тоқтай тұр. Қазір. Қазір мен бұларға. Мынау доп!
Футбол ойнайсыздар, керек болады. Қазір мен бірдеңе айта салайын. Көзқиттің табаңдаш осы бастан. Керек болады. Қайға? Америкаға кеттік, Хамит. Америкаға кеттік. Қайда кеп қалдық біз? Ойбай! Ұстандар! Ұста мына екеуі, мынау күндер! Ұста! Бүгін біз заң шығарамыз өзіміздің тайпамыздың. Сонымен конституция мынау. Бүгіннен бастап қоңыз жемейміз. Дұрыс! 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 Сонымен қатар шыбын-шіркейдің етін жемейміз. Дұрыс! Дұрыс! Сонымен қатар құстың етін жемейміз. Дұрыс! Ай, қойшы! Қоймаңыз сөйлерді. Дұрыс көке! Баяғыда телевизордан көргенде бір жаным ашитын осыларға. Ай, мыналардың басқа жейтін нәрсесі жоқ па? Бүгіннен бастап біз адамның етін жейміз. Дұрыс, дұрыс! Маған айтыңыз, Алматыда қағанат деген адамдардың ет пісіретін не бар? Хайуанаттар бар. Сол жерге барып тамақтандырамыз. Хамит, адам дейді. Екеумізді айтып отыр міне? Иә. Көке, шыбын-шіркейлердің жаңа нелері түсіп жатыр қазір. Тағы менде заң бар. Бүгіннен бастап пілдің етінен шашлик жасамаймыз. Жандос! Ауылдағыларға сәлемай! Айтам. Мен ауылды сүйем! Сонымен қатар маймылдың да етіне шашлик жасамаймыз. Өмірімде бірінші рет маймыл деген сөзге риза болып тұрмын. Кетсек, басқа жақа. Опа! Хамит, мамам ғой менің мамам. Өтірік айтпа, қазір сындырып алдым. Менің мамам деймін, жындымам бұлау. Бір-ақ рет берем, не болса қызған? Қызған, папам болып кетпекшін ғой сен. Қойшы, папам болмаймын мен. Қан папам келді, папа келді. Сен папаң ұратын беді? Ұрсатын беді? Ақсын ап берем қазір. Аты кім? Бағдат. Бағдат па? Баға! Ол сәжа, беті. Берке бер. Сен біздің Жандос сұрады кесің ғой? Бұзықтар көбейіп кет. Базар жоқ папаңның доғына. Бәріміз сондаймыз ғой, үшіміз. Бар ғой доқ деген. Хамит, қайда кетті аналар айтпақша? Қайда кетті дейсің ба? Атын Жандос қойыңдар. Аты Жандос, мен білем. Хамит, 2009-ға финалға оралайықшы, қойшы. Сөйтейік, не болған көрейік. Әлі Самсун көрбей, әлі сол жүргізу. Кімді біздің команда ғой? Біз қайдамыз? Біз киініп атып қойынықтар. Так, жюрилердің балын көрейік, бізге қанша қойып, самен. Так, істеме адам. Жөндеп бастырайық. Тоқта бір рет. Хамит, Жандос, қанша уақыт өзгерткендеріңмен тағдырды өзгерте алмайсыңдар. Әрине, тағдыр бізге емес, біз тағдырға бағыныштымыз. Дегенмен, бүгінгі ойында біз жеңілсек те, қазақ КВН-і ешқашанда жеңілмейді. Біз қазақ КВН-і сүйеміз. Көңілдермен шаттандық бүгін, қуанышпен ашылсын өмір, сезімдерді толқытып бірге, біздерменен шырқалсын үнің. Арылар бірге, жұмырмен бірге, шырайық финалды ойында. Арылар бірге, жұмырмен бірге, шырайық финалды ойында. Бүгінгі сайысымыздың бас демеушісі Samsung Corby ұялы телефоны. Samsung Corby сенің түсің, сенің келбетің. Үй тапсырмасы ортада мақтаншақтар
Қызылорда. Ертеде ешкінің жүні базарда 200 теңге. Сонымен тамашалаңыздар, шетлақ ертегісі, лақтар официант болып жұмыс істейді, мамасы администратор. Көреміз. Лақтар. Кеше банкет болды, иә? Банкет қалай болды? Қорытындысына Ой, банкет күшті болды. Банкет күшті болды. Не қиыншылықтар болды? Қиыншылықтарын айт. Ой, қиыншылығы бар емес па? Ана жираф деген бәле бар емес па? Ана залда билеп жүр, ламышқа сындырғаны бар ма? Сомен ламышқа жоқ. Демек бізге ламычка керек. Мен міне базарға барып жатырмын, ламычка керек. Сосын не керек? Не керек? Бізге салфет керек. Салфет керек. Кола минералка. Кола минералка керек, иә? Былай сендер, мен қазір базарға барып осы заттардың барлығын алып келем. Сендер есікті ешкімге ашпай отырыңдар, иә ма? Мен өзім ашып кетем есікті, давай. Помада бар ма? Помада керек. Ашсаңдар біз кіре алмай тұрық қой. Қазір ашамыз қазір. Ашамыз. Мен ашпай дейін есікті. Ашпа деймін, Мен ашпай дейін есікті. Ашпа деймін. Ашпа, мама ұрсат. Ашпа, мама ұрсат. Қойсайшы, ауылдың қасқыры екенін білдіріп қойсайшы. Ауылдың ғой? Ауылдың қасқыры екен. Ауылда лағы жоқ қой, анда сонда жыңғылдың арасынан болса. Көке, отыр тұрсақ. Бұл кафе. Жаты қоймайды? Болмайды. Бұл жерде лақтар да. Так, официант. Не анау басыңдағы? Ойбай, папам түкеге кірттің қазір келім. Менюді ала кел бірден. Жыл айт, иә? Менюларында не бар сендердің? Менюларда... Шашликте не бар? Шашлик бар. Так, содан 2 шашлик әкеліңіз. Сосын 2 шыны сыра әкеліңіз. 2 шыны. Тез. Әкесін вино ішіп алып көрсетейік, кино десе. Так, әкел. Бізбен бірге отырасың. Мәңіз. Лақ, не мәңіз деп тұрсың? Мен сыпайлақпын. Сыпайлақ, отыр кел. Отыр. Қызмет бабында отыруға болмайды бізге. Отыр ай. Отырма. Амайқалайды. Отыр дейме. Ұрр деп қоям мен қазір. Отыр. Тілек айтайық. Тілек айтайық. Мынау Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Мынау еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Лақ шық көрсе, рас болады. Мен де тілек айтайыншы. Осы Қазақстанда болатын қысқы Азияда ойындар бар емес па? Сода қазақтар бірыңғай алтын алады екен. Рас. Сен шошқа тұмау емессің ба? Жоқ, лақ тұмау ол. Былай қыламыз да? Қалай қыламыз? Мынау Алматыдағы дейді метро уақытысынан бітіп халыққа пайдалануға беріледі екен. Айта алмаймын оны, айта алмаймын. Неге айта алмайсың? Іштен айта алмайсың ба сен? Мен өлең айта аламын. Өлең айта алмайсың? Жібер кәнігі. Бір көңіл көтеріп отырайық кафе. Мен Далия деген өлең айта аламын. Қандай? Далия. Айтшы. Жібер. Далия. Мына қасқырлар маған балия. Көре берем бе, кәне, әне Далия. Қазақи былай, ән жоқ па былай? Қазақи бар. Опера ма бірдеңе бар? Өзіміздің жерлесіміз Мадина Сатуғасованың өлеңі. Сүйген жүрек деген әнді өзім былай ауыстырып алған. Енді былай, ұшқан үйрек, мына жерде бүйрек, анау тұрған күрек, сердце жүрек, мат отец, осымен конец. Неге конец? Мынандай әнмен басқа бір ән жоқ па, бір көңілдірек жастар қолдайтын? Администратор. Келіңізші бер қарай. Не анау галстугым шығып кетіп жатыр алаңыз? Не? Бір нормальный бір ән қойсаңызшы. Қояды ғой, қойсай кет. Текеге айтсайшы ән қойсын. Қызылордамен ойнама, бұл өнердің ордасы. Отындарма, ей бала, КВН-нің жорғасы. Біздерде де жігіттер жетілді ғой ойларға. Жетемін деп біздерге өзіңді сен қинама. Және соңғы үй тапсырмасы ортада сөз тимесін аю Шымкент. Ертеде алпамыз батыр өмір сүріпті. Бір күні оның жаулары жарын алып қашып, алпамыз оны іздеп шығыпты.
Алпамыз айналайын жаным әші тас қараңғы жерде неғып жүргі айналайын қайтайықшы. 350 теңгеміз бар қайтайықшы қазір. 35 тоқтақ бала таксиге дақшық жүрші Алпамыз. Тұршы! Не болды айшы не болды кімді іздеп жүр? Менің қалыңдығымды іздеп жүрміз. Таппаймыз ба? Бармаған жерім, баспаған тауым қалмады. Оттан да сұрадым, судан да сұрадым, желден де сұрадым. Не дейді? Ештеңке. Мынау таздан нанет адам екенсің ғой сен, бақылаш kedен сұрамадың ба? Машинаның бакой айнасынан, ішінде өтіп бара жатқан тасбақадан сұрамадың ба? Мен білем сен қалдың қаяқта екен. Қаяқта? Яқта. Кім айтты оны? Үтік айтты. Қайда? Барамды келе бір маяқ. Тұр дейм. Барамды келе. Тұр. Байқаймын, дүниен дүрсілгендерген. Атшыл Алпамыз сенсің ғой. Болсақ болармыз. Алпамыз. Не істеп жатсың? Атын шулатып жатырмын. Тұршы адам жақ. Алпамыз, ен далаға аты жайылған қазақтың ер батыры Алпамыздың түрі мынау ма? Сен орныңмен шатасып кеттің ғой. Ане қабан. Десейші. Алпамыз, жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді. Батырға да жан керек. Мына тұрған қалың қолдың арасына кіріп, бұтың бұт, қолың қол болып, шашың қысқарып кетпей ма? Алпамыз сұрайса, шалбар қысқартып алуға ма шалбар? Күшкенде мұнай. Тігіпті. Хей, қалмақ. Сонда қалың қолыңа сеніп, мен күштімін демекшісің ғой. Біле білсең, қазақта мынадай мақал бар. Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Сен білекті болсаң, біз білімдіміз. Екі жерде екім төрт. Алпамыз, менің саған берер ақылым. Есің бар да, елің тап. Алпамыз білім. Есіміз бар, еліміз тау болақ. Есің кім еді? Рахмет. Пақауды ғой, кетік жүр. Қайта жүр. Тұр дейм. Тесіз тап сенді. Ей, қалмақ. Қазір осында мен қалыңдығымды алып шықпасаң, басыңды кесіп, допшода молатам. Допшода молатам. Алпамыз, алып шық десе алып шыға салатын, біз бала емеспіз. Алып шықпаймыз. Айтқаным айтқан. Қалай алып шықпайсыңдар сендер? Қалай алып шықпайсыңдар сонда? Тұра тұршы Алпамыз. Осы сен үшін талай қырылтайғы жеп жүр ғой Алпамыз. Ассалаумағалейкум. Сізге Құдай денсаулықты берген екен. Барған жеріңізге тастай батып, газдай жоқ болып кетіңіз. Аумин. Ей, қалмақ. Қалың қолыңа сенбей, жекпе-жекке шық. Жекпе-жек болса, жекпе-жек болсын. Жекпе-жек. Заттыбек, Энембек, Мейрамбек, Шірекпенешек. Тоқта. Қыз қайда? Зынданда демей дұрыстап айт, қыз қайда? Зынданда. Ат келсін деп айт. Алып кел. Алып кел. Пөмә. Жылама, көтер басыңды. Кеуден көтер, аяғыңды аш. Қосын не болып кетті? Тұранда. Ей, қалмақ. Күш сынасып көрдік, тең түстік. Мүмкін өнер сайыс көрерміз. Сайысы. Баста кәне. Мәсенька. Сөзін тауып ал, жұмбақ. Алпамыз, мына жұмбақтың шешуін таппасам да, қалыңдықты бермеймін. Айтқаным айтқан. Не дейді? Алпамыз. Көчмеді. Анау кім? Қалыңдығым. Айналайын, анау Алпамыз сен ба? Қой айналайын, мен қайтып мұндай қағаспаймын. Алып кетесің ма, кетпейсің? Тұраши документі тұрамай жатыр. Саңдар анағызды. Милиция, охрана, есінаға неғып тұрсыз? Милиция, охрана. Тұршы. Жаным кеші. Не деген махаббат, не деген ғашықтық сезім. Өлшітесіз.
Достар, батыр анадан батыр ұл туады. Қазақ халқы батыр халық. Ал ең бастысы, біз сол батыр халықтың ұрпағы екенімізді ұмытпайық. Жақсы, осымен сайысымыздың аяғына жақындадық. Қазір сіздердің қошеметтеріңізбен барлық команданы ортаға шақырамыз. Регламент бойынша асып кеткен үшін дулати жастары сөз тимесін және жұмыр КВН командаларынан 0,2 сандар алынады. Сонымен жоғары балл 6 пай. Дулати жастары Тарас. 5, 6, 6. Орта Азия университеті құрамасы Алматы. 5, 6, 6, 6. Сөз тимесін Шымкент. 6, 5, 6, 6. Тараз 2000. 5, 4, 4, 6, 5. Мақтаншақтар Қызылорда. 5, 6, 5, 5, 5. Және жұмыр Алматы. Барлығы 6 пай. Сонымен сөз кезегі қазір алқасында Нұржан Тутов. Қысқаша ғана. Ең бірінші менің бүгінгі ойыннан бір түйгенім, Есен мырза, телефон Samsung алатын болдық ең біріншісімен. Екінші әрине, өзі ең бастысы бүгінгі ойын финалдық ойынға тән сай болды деп ойлаймын, деңгейі. Өте бір керемет әсер алдық, жігіттер. Рахмет. Ал ең ұнаған әзіл шында да со кезде доп бір сиқырмен атам қазаққа тиіп қалса қазір нәтиже басқа болар ме деген бір. Рима Тәжібаева. Қысқаша айтайын, өте керемет ойын болды. Рахмет сіздерге. Аңсар Шәкіріп мырза, Аңсар былай қылайық. Сіз қазір сыйлық тапсырасыз, бірақ сіз сөйлейсіз, сыйлық тапсырасыз, сыйлық тапсырып болғаннан кейін сізбен сол сыйлықты алған ойыншы суретке түседі. Келістік қой? Келістік. Орнымыздан тұрып, бүгінгі сайыс туралы бір-екі ауыз жылы сөз. Кеш жарық, құрметті көрермендер, құрметті командалар. Өте күлкі болған, әрине маған. Так. Сөз тимесін Шымкент командасы ойнаған. Орта Азиялық университетті жарайсыңдар жігіттер, ұстандар осылай. Осы ұялы Корби деген телефонды мен... Қай команда? Ау? Қай команда? Орта Азия Орталық Азия университеті құрамасы. Команда капитаны ортаға шығып сыйлықты алсаңыздар. Сека. Жәнібек Жанқараев, бүгінгі сайыс туралы. Кеш жарық. Мен кішкене командарға ақтық мәре болғандықтан барлығын сын айтып кетейін кішкене.
Дулати жастары, сіздердің араларыңызда бір осы ақтық мәрге шейін бір жігіт жүрген. Соның арқасында сіздердің ойындарыңыз көрікті болатын, бірақ бүгінгі ойындарыңыз ақтық мәрге сай емес деп өзім көз қарасым, ол солай шештім. Ортау құрамасы. Сіздер қазір ұпайсандардың қалай болған білейін, бірақ сіздер бүгін, мен ойлап едім, чемпиондыққа жарайтын команда деп. Бірақ ойындарыңыз орысша айтқанда кішкене халатный отношение болған сияқты, ойындарыңызда орта деңгейде өтті деп ойлаймын өзім. Сөз тимесін. Сіздерге шынында да сөз жоқ. Сіздердің орындарыңыз негізі жоғарғы лига. Сіздер премьер лиганың чемпионсыздар, онсыздарда. Сіздерге үлкен рахмет. Тараз 2000. Жігіттер осымен 3-ші жыл қатарынан ақтық мәрге шейін көменшіктердің сөзін айтқанда. 2-ші жыл подряд. Сен қосып жібереді екенсің арасында. 2-ші жыл подряд ақтық мәреге шейін көменшіктердің тілмен айтқанда жыртып келесіңдер да. Ал ақтық мәреге келіп, қазақтың мақалындағы қыз бар ғой, соның тойдағы әрекетін жасайды екенсіңдер. Өкінішті. Мақтаншақтар Қызылорда, сіздерді ақтық мәреде көргеніме қуаныштымын. Сіздер мынау жанкүйерлеріңіздің көңілін ақтаған сияқтысыздар. Сіздерге артқан үмітім. Жұмыр өте еңбекқор команда. Мен ойлаймын, актерлық емес, бұлар таза еңбекпен жақсы ойын көрсеткен сияқты. Рахмет. Ескендір Сергебаев. Кеш жарық құрметті КВН сүйер қауым. Ойын өте керемет болды, тамаша болды. Шын мәнісінде де үлкен бір ләззат алдық, жақсы бір кеш болды деп ойлаймын. Бірақ енді әр кештің өзінің бір сәні болады ғой. Бүгінгі кештің сәні ең маған бір ұнаған қалжың деп айтамыз ба, жоқ. КВН тілімен айтқанда дурка дейді ғой, дурка. Жақсы бір дурканы қой туралы болды. Ананың үйінде ма қой, мынаның үйінде ма қой деген. Одан кейін енді бүгін тағы да бір алтын дауыс. Жерлерде қазақтың өнерлі жастары өте көп қой. Сөз тимесін командасында қарындасының дауысы өзінің дауысы болатын болса, енді сіздің өзіңіздің дауысыңыз ба? Керемет дауыс, бұлбұл дауыс. Мен енді ойлаймын, КВН фестивалінде алтын дауыс деген номинация болатын болса, міндетті түрде сізге беруге лайық деп ойлаймын. Дауысыңыз әрқашан осындай шырқап жүре берсін. Содан кейін бүгінгі командалардың ішіндегі енді мен әр любимчик, не любимчик деп айтсақ ренжімесіздер деп ойлаймын. Мен өзіме ұнайтын команда осына Орта Азия менен жұмыр командасы қатты ұнады. Жастар жарайды. Болды, рахмет. Есаға, мейрам құтты болсын. КВН жалғаса берсін, жас ұзақ болсын. Ең бастысы, мынау ауырда қызықты шығармашылық сіздің жұмысыңызға біздің кішкене болса да бір көмегіміз тиіп жатса, сол біз үшін мәртебе. Ескендір енді сонау миллионнан кеткелі бері сіздің көңіліңіздің табуына біраз КВНшілер сәтқарып жатыр. Соны сізде өз уақытыңызда ескеріп отырсаңыз, сол бір керемет болар еді. Қымбатты достар, Азия ойындарын ұйымдастырушы мынау Азияда дирекциясынан әр командаға бір сыйлық. Жылдам. Енді былай қылайық. Бүгін ойында кішкене қызықты цифралар болып тұр. Дегенмен оны қазір есеге жатасыздар. Сонымен барлық ұпай саны 12. Дулати жастары финалист атағына ие болды. Жалпы ұпай саны 13,5. Орталық Азия университеті құрамасы Алматы финалист атағы. $13,8 бізде 3-ші орын,
Бұл Тарас 2000 КВН командасы. Бізде екі орын, екінші орын екеу. Ол Жұмыр Алматы 14,4. Азия ойындары дирекциясы атынан Жұмыр КВН командасына сыйлық. Жұмыр КВН командасына берілген сыйлық шаң сорғыш. Және тағы бір екінші орын Мақтаншақтар Қызылорда. Мақтаншақтар КВН командасына Азияда дирекциясынан арнайы сыйлық. Мынау электр пеш. Әр қалаға барасың, барған кездеріңізде осы электр пешті алып жүріп, тамақтарыңызды ысытып жүресіздер. Және чемпион. Сөз түймесін Шымкент. Жалпы саны 15 ұпай команда. Және бас жүлдеге теледидар. Азияда дирекциясы атынан. Қымбат достар, осымен республикалық премьер-лига ойындарының финалдық бәсекесі аяқталды. Баршаңызға рахмет. Келесі қазақша КВН ойындарында кездескенше сау саламатта болыңыздар.